Өмірде сіз білмейтін қызықты деректер жетерлік. Боливияда 5600 әскер теңіз флотында істейтін қызметкерлер бар, бірақ бұл елде теңізге шығатын жол жоқ. Швейцарияда мектеп мұғалімдерінің айлығы жылына $33,000 басталады. Яғни ай сайынғы жалақысы $2750. ақш азаматтары басқа елдермен салыстырғанда көбірек сотталады. Оңтүстік Африка Республикасы қарақшылық, зорлық-зомбылық, қару-жарақ қолдану секілді қылмыстар бойынша әлемде бірінші орында. Ресей мен ақштың арасы бар жоғы 4 шақырым. Әлемде ай сайын 2500 ана өз туған баласын тастап кетеді екен. Чарльз Осборн есімді адам 69 жыл бойы үздіксіз ықылық атқан. Ерекше есімге ие ұлдардың өмірде психикалық ауытқуларға ұшырауы мүмкін екен. Бұл мәселенің қыздарға қатысы жоқ. Балалар басқа мезгілдермен салыстырғанда көктемде жақсы өседі. Әр 3 секунд сайын әлемде бір сәби өмірге келіп жатыр. Әр адам көзін жылына 10 миллион рет жыпылықтады екен. 100 жасағандардың 80 әйелдер. Ұлдардың көбісі күндіз, қыздар түнде туылады екен. Кенияның жарты халқын 15 жасқа дейінгі балалар құрайды. Әлемде ең көп таралған есім Мұхаммед. Ресей жағалауын 12 теңіз шаятын жалғыз мемлекет. Үй шаруасындағы адамдар күніне 11 км жүріп тастайды. Әлемде 365 миллион адамның компьютері бар, десек те жер шарындағы адамдардың жартысы ешқашан компьютер мен телефон ұстап көрмеген. Дүние жүзіндегі ең бойы ұзындар голландиялықтар болып есептеледі, ал ең қысқа халық жапондар. Орта есеппен балалар күніне 400 рет күледі, ал ересектер бар болғаны 15 рет. Әркімнің өзінше әдеттері, ерекшеліктері бар. Оны басқалар түсіне алмауы мүмкін. Бүкіл әлемнің құпия сырлар мен жаңалықтарын бір адамның ғана болмысынан табуға болады. Қазір біз адам мен оның өмір сүруіндегі ең қызықты деректермен таныс боламыз. Адамның көз алмасы туған уақыттан өмірінің соңына дейін мүлдем өзгермейді. Әлемдегі ең жас ана 5 жаста болатын. Бір шыны кофені жылтатындай энергия бөлу үшін адамға 8 жыл, 7 ай, 6 күн айқаулау қажет болады. Ең ерекше фобия, селенофобия, айдан қорқу. Адамның сүйектері бетоннан мықты. Сиам егіздері 200 мың жылда бір рет өмірге келеді. Статистикаға сүйенсек, шашын оңға қайырып тарайтын ер азаматтар солға тарайтындардан гөрі ұзақ өмір сүреді. Биік өкшелі аяқ киімдер әуелде еркектерге арналған. Күн сайын біз 100 мыңға жуық ми клеткаларын жоғалтамыз. Орта есеппен алғанда темекі шегетін адам әр 10 жылда 2 тісінен айырылады. Егер мұрынды жауып жалбыз шайнайтын болсаңыз, сіз оның дәмін сезіне алмайсыз. Бүкіл ғұмырында адам жерді 3 айналып шығатындай жаяу жүреді. 4 жасар бала күніне 400-ге жуық сұрақ қояды. Адам баласы бүкіл өмірінде 35 тонна тамақ ішеді. Адамның мұрны мен құлағы өмір бойы өсіп отырады. Көзді ашып түшкіре алмайсыз. Адам денесінде кемінде 700 фермент жұмыс істейді. Адамдар арқасымен жатып ұйықтайтын жалғыз жаратылыс. 4 жасар бала күніне орташа есеппен 450 сұрақ қояды. Адамдармен қатар коалалардың саусақ іздері әр түрлі болып келеді. Бактериялардың 1% ғана адамдарда түрлі дерт тудырады. Ғаламшардағы барлық адамда әр қыры 1,000 метрлік текшеге ыңғайлы түрде жатқызуға болады. Кіндіктің ғылыми атауы умбиликус. Тіс адам организмнің өздігінен қалпына келе алмайтын жалғыз бөлігі. Орташа есеппен адамға ұйықтау үшін 7 минут қажет. Оңқай адамдар тамақтың басым бөлігін жақ сүйегінің оң жағымен, солақайлар сол жағымен шайнайды. Дүние жүзіндегі адамдардың 7% ғана солақай. Алма мен бананның иісі арықтауға көмектеседі. Адам басында өмірінің соңына дейін өсетін шаштың ұзындығы 725 шақырым. Құлағын қимылдаталатын адамдардың тек 3-тен бірі бір құлағын қимылдаталады. Адам өмірінде орташа есеппен 8 кішкентай өрмекшіні жұтып қояды. Адам организмінде өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 келіні құрайды. Адам организміндегі кальцийдің 99 тісінде. Адамның ерні саусақпен салыстырғанда 100-деген есе сезімтал. Нағыз сүйіс кезінде жүрек соғысы минутына 100 ырғаққа дейін жетеді. Адамның тек бір жағындағы шайнау бұлшықеттерінің күші 195 келіге тең.
Адамдар сүйіскен кезде бір-біріне 278 түрлі бактерия беріледі. Бағымызға орай, олардың 95% қауіпті емес. Партенофобия – бұл пәк қыздардан қорқу. Тіс кіреукесі адам организмі бөліп шығаратын ең қатты тін. Адам организміндегі бүкіл темірді жинаса, оның көлемі сағатқа арналған кішкентай бұранда сияқты ғана болады. Тұмауға алып келетін вирустардың түрі 100-ден асады. Ұзақ уақыт сүйісу ауыз қуысындағы қышқылдықты сағыздан қарағанда әлдеқайда жақсырақ қалпына келтіреді. Адам басын қабырғаға соққанда сағатына 1500 килокалория жоғалтылады. Адам жануарлар әлемінің тік сызықтарды салалатын жалғыз өкілі. Адам терісі бүкіл өмірінде шамамен 1,000 рет өзгереді. Әрбір адамның белінде шұңқыр бар. Ол тек кей адамдарда қатты білінеді, енді бірінде айтарлықтай білінбейді. Шұңқырлар жамбас пен құйымшақ бітіскен жерде орналасқан. Сондықтан олардың пайда болуын негізсіз деуге келмейді. Әйелдер ерлерге қарағанда көзін 2 есе көп жыпылықтатады. Адам организмінің құрамына 4 түрлі минерал кіреді: апатит, арагонит, кальцит және кристобалит. Құштарлықпен сүйісудің миға әсері парашютпен секіргенмен немесе тапаншадан оқ атумен бірдей. Ерлерде бойдың 130 сантиметрден, әйелдерде 120 сантиметрден қысқа болуы қортықтық саналады. Адамның башпайларындағыға қарағанда саусағындағы тырнақ 4 есе жылдам өседі.